Ассалаумағалейкум. Қара ормандай қазақ халқы қадірменді. Тұран даласы Түркістан аймағы Шымкент шаһарынан сөйлеп тұрған Нұрқан Сұлтанбайұлы Сәменбет. Бүгін сәуірдің 11-ші жұлдызы 2022 жыл. Оразаның бірінші 10 күндігі де міне бітті. Өлмеген құлға келді жаз деген сияқты Қыз Жібек қиссасындағы өлмеген құл сәуір айындағы қасиетті 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айының шарапатында көріп жатыр. Қаңтар қырғынынан қалшылдаған, қақырап тозған халқымыз, қақырап тозған кигіз үй құсап, кигіз үйдің туырлы ұсап тозып бұратыр. Рухани жақтан да, материалды жақтан да. Халық тозып бұратыр, бай бағыландар, халықтың байлығын, жіліктің майлы болсын сорып, озып бұратыр. 30 жыл сорған, 30 жыл жеген жемқорлар тоятын емес. Жаңа Қазақстан құрам деген Тоқаевтың жер жаңғыртқан жарнамасы сол Назарбаевтың жарнамасының жалғасы болып отыр. Заңды жалғасы. Жүрегі әбден халық биліктен қалған, өтірік 30 жылға алданған халық ештеңеге сенер емес. Ал оның жағымпаздары алаулатып, жарнаманың жалын күннен күнге қыздырып келеді өзінің ақпарат құралдарында. Халық тозып бұратыр. Халықтың ішінде біраз адам әр облыста қазір түрмелерде. Полицейлердің күнде соққысын жеп жатыр. Оның бір қылмысты мойын арқалаған бір полицейдер жоқ. Аңғи қыршын жастар. Енді сол жастардың арт жағындағы отбасылардың бәрі де жырғап тұрған жоқ. Сол үшін мына қасиетті 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айындағы бітір садақасын, зекетін, бай бағыландар болсын, жай адамдар болсын, осы арадан адамзатқа келген қауіпті әлемге жеткізген, бүгін күндегі осы Қазақстандағы жұмыстарға бел шешіп араласып жүрген, жаным арым садақасы, арым жарым садақасы деп ардың туын көтеріп жүрген нағыз ата жұрттың мына кәсіби көліктеріне салғаны жөн. Мынау нөмірге байланған 8707 863 5223. Кәсіби көлік нөмірі 44 43 01 99 27 86 12. Міне осы нөмірге салыңыздар. Бұлар елін, жерін қорғаған батыр азаматтар. Халықтың бір тиынына қиянат жасамайды. Қайта өз қалталарында болса қосып беру мүмкін. Сондықтан біз қазақстандықтар, соның ішінде мұсылмандар, мынау мұсылман айының Алла Тағаланың нұры жауған жоқ жүктік пақыр міскінге көмектесетін кезі. Осы кезде мынандай балалары қамауда жатқан, тозған, азған отбасыларына жәрдемдеспесек, ол біздің мұсылмандығымызға сын, ол біздің қазақтығымызға сын. Сондықтан осындай кезде біз әрқайсымыз бұл пітір садақасы деген жан садақасы, бір жылдық Алла Тағалаға жаныңыз аман болу үшін қойған сіздің салығыңыз, Алла Тағаланың алатын аманаты. Сондықтан сол аманат ақшамызды жанымыздың аманатына арнаған. 500 теңге қой, бай бағландар 5000 теңгеден салсын, 50 000 теңгеден салсын, артығымен берсең, Алла Тағала да, жаратушы Алла артығымен сыйлайды, еселеп қайтарады. Бір сауапқа 10 есе дейді ғой. Кей кезде 700 000-ға дейін одан да көп сауапта жазады екен Алла Тағала қасиетті өзінің ислам шариғатында айтады. Ал мына мешіттердің бітір садақасын берудің әлше қажеті жоқ. Мынандай ел басынан күн туған қиналған кезде мешіттерді осы күнге дейін халық өзі асырап келе жатыр, ары қарай да асырай береді. Осы бір айда бітір садақасын түгел жаңағы халыққа беруіміз керек. Оның міне жоғары жақта кәсіби көлігін айттық, байланған нөмірін айттық, осыған хабарласыңыздар. Елдігімізді, ерлігімізді, бірлігімізді көрсетейік ағайын. Ел басына күн туды, халқымыз дағдарып қалды.
Көзü aslı, kökürögü şerli, jetim bala usap, gözleri жылтырап türmenin tübünde jatır. Közlerinden jas emes, kan akkan atanalar, beybak atanalar, kıynalgan janlar, kimge arızdanarın bilmey, basların tauga da taska da soğup, kıynalıp jatkan jagday bar. Sondan osunday kezde halkımızga jardam bereyik agayın. Kim jaralı mine közümüz yetip tur. Mınau yerimizden, jerimizde kekelgen nöbetten kutuluduğun joluna birlikke keleyik agayın. El irgesi tanış bolsun. Amandık ben kavuşuğa жазсын. Assalamu alaikum rahmetullah ve berekatuhu.